Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен етті боршалайтын боламыз. Дәл осылай тұздықтап шығатын боламыз. Бұл жерде біз жылқы етін алған болатынбыз. 2 жілік шамасында шығады. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда келесі шыққан видеоны алғашқы болып көретін боласыздар. Жалпы етті тұздамас бұрын, оны жақсылап дәл осылай боршалап осып алу қажет. Сіздердің назарда жылқының еті қазақтың ең бір бағаланатын жануарларының бірі болып саналады. Еттің арасын жақсылап ашу қажет. Дәл осы видеода көрсетілгендей, бұл ашудың себебі ет ұзақ уақытқа сақталу үшін, яғни арасына тұз сіңіп, жаңағы өзінің дәмін беретін болады. Сонда ет жақсы сүрленеді, ал сүрленген ет жақсы сақталады. Осы видеода көрсетілгендей осып шығатын боламыз. Әр жақта әртүрлі атап жатады. Бір жақтарда осу деп атайтын болса, бір жақта боршалау деп айтып жатады. Әркім әрқалай түсінгенше айтылады. Осылай қалың еттердің арасын осып шығатын боламыз. Осылған еттің арасы еттің иісі шықпай, тұздықтар сіңіп әдемі болып шығады. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, нұр үстіне нұр. Осылған еттерімізді дәл осы видеода көрсетілгендей тұздықтап шығатын боламыз. Мен тұздықтауды, дәл осылай тұздықтағанды ұнатамын. Себебі кішкентай кезімізде анамыз дәл осылай тұздықтап бізге бешбармақ және де палау тағамдарын жасап беретін. Дәмі өте керемет болатын. Маған осылай тұздықтаған ұнайды. Түйір қара бұрышты және де чесногымызды майдалап кесіп, лавр жапырағын және де тұзды жақсылап сіңдіріп жағып шығатын боламыз. Және де бір түнге бетін жауып қойып қоямыз. Сонда еттің суы шығып, өте керемет болады. Бір күннен соң далаға желге бір жайып алуға болады. Сонан соң әрі қарай дәмі өте керемет болып сақталады.
қазыға айналдыратын еттеріңізде осы маринадпен, яғни осы тұздықпен жасасаңыздар болады. Қазының дәмі өте керемет болып шығады. Қазыны дәл осы видеода көрсетілгендей айналдырып шығатын боламыз. Ол үшін қазыға деп қойған еттерімізді, яғни бір күнге маринадталған еттерімізді алып, қазыға лайықтап кесіп шығатын боламыз. Майы мен етін қатар салып шығатын боламыз. Дөңгелек бұрыштарды еттен ажыратып, дәл осы видеода көрсетілгендей бөліп алатын боламыз. Тазаланған жылқының ішегіне осы кесілген еттерімізді салып шығатын боламыз. Және еттерді дәл осылай видеода көрсетілгендей шандырлардан ажыратып алатын боламыз. Осы түсірген видеом сіздің пайдаңызға жараса, алғысым шексіз. Яғни арнама лайк басып комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Достарыңызбен және де басқа да чаттармен бөлісулеріңізді сұраймын. Жақсылап тазаланған ішекті дәл осылай қажетті жерлерінен түйреп шығатын боламыз. Әркім арқалай жасап жатады, жіппен байлап шығуға да болады. Мен бірақ осылай зубочистканың таяқшаларымен дәл осылай түйреп шықтым. Яғни зубочистканың үлкен таяқшалары кім қалай атап жатады, яғни сол таяқшалармен дәл осылай түйреп шықтым. Және де бірі етпен майда қатар қойып осылай айналдырып шықтым. Енді екінші кезекте екінші қазымызды айналдыратын боламыз. Дайын болған еттерімізді дәл осылай салып шығатын боламыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.